қан майданда оқ пен отқа оранса да үміт отын өшірмеген жандар болды. Олар үшін жеңіс тек жауды жеңу емес, адамдықты сақтау еді. Соғыс адамзат санасындағы ең ауыр сынақтардың бірі. Ол тек ел мен жер үшін ғана емес, адам рухының, үмітінің майданы болып есептеледі. Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романы да сонау бір отты жылдардағы шырағын сөндірмеген жан туралы. Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романы Ұлы Отан соғысы тақырыбына арналған көркем шығармалардың ішіндегі шоқтығы биік туындылардың бірі. Бұл туындыда Нәзира есімді әйелдің образы арқылы соғыс жылдарындағы тыл өмірі, аналық борыш, әйел затының қажыр қайраты мен үмітке берік сенімі терең суреттелген. Жан-жақтан анталаған жау тылында қалған, аяғы ауыр әйелдің өмір жолы, бастан кешкендері, өзін қоршаған ортаға, өткен күндерге көзқарасы арқылы кейіпкердің жан дүниесіне әрі барлау, әрі талдау жасалады. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы адам тағдыры, әсіресе қазақ әйелінің рухани әлемі, қиындыққа төзімділігі мен үміті, сондай-ақ майдан мен тылдың бірлікте өрілген өмір шындығы бейнеленген. Нәзира тылдағы жауынгер. Ол майдан шебінде болмаса да тылда күн-түн демей еңбек етеді. Оның бейнесі арқылы автор соғыстың тек алдыңғы шепте емес, қарапайым ауыл әйелдерінің иығына түскен ауыр салмақ екенін көрсетеді. Ол рухы сынбаған әйел. Соғыс жылдарындағы жоқшылық, аштық, сағыныш, үміт пен күдік араласқан зұлмат жылдарына қарамастан, Нәзира еш қашан берілмейді. Оның жүрегіндегі махаббат пен сенім темірдей мықты, шынардай биік. Шығарма Нәзираның баяндауы бойынша жазылады. Кеңес офицерлерінің бірі Қасымбектің жары болады. Күйеуі майданда қаза тауып, құрсағындағы баласымен жалғыз қалған Нәзира алдағы өмір жолындағы қиындықтарға төтеп береді. Қасымбектің қазасынан кейін Нәзира Албан есімді жігітпен қайта тұрмыс құрады. Алайда сұм соғыс отанды айырады. Нәзира екі азаматтың да шырағын сөндірмейін деп, екі сәбиімен үйге оралады. Тахауи Ахтанов соғыс отына оранған заманда әйел затының өмірлік күресін, жан шырағы сөнбеген үмітін арқау етеді. Ол соғыстың сұрапыл ауыртпалығына қарамастан адам рухының мызғымас күші мен әйел затының асқақ адамгершілігі, өмірге деген сенімі мен шырақтай сөнбеген үміті нағыз ерліктің, адамдықтың көрінісі екенін көрсетті.